Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған қазақ тілі пәні бойынша сын есім тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі оқу мақсатымыз тыңдаған материал бойынша негізгі тосын белгілеп алу және солардың негізінде мәтіннің мазмұнын айту. Сөз таптарының сөйлемдегі қызметін анықтау. Дескрипторы берілген мәтінді түсініп оқимыз. Сын есім туралы білетінімізді еске түсіреміз. Балалар, біз қазақ тілінде 9 сөз табы бар екенін білеміз. Олар зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, үстеу, еліктеу сөздер, шылау және одағай. Біз өткен сабағымызда осы сөз таптарының ішінен етістік және етістіктің жіктелуі, етістіктің шақтарымен танысқан болатынбыз. Енді біз сын есіммен танысамыз. Сын есім туралы білетінімізді еске түсірейікші. Сын есім дегеніміз заттың түрін, түсін, сапасын, салмағын, көлемін білдіретін сөз табы. Сұрақтары қандай, қай? Сын есім мағынасына қарай, құрамына қарай, тұлғасына қарай екіге бөлінеді. Құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінеді. Дара сын есім дегеніміз бір ғана сөзден тұрып, заттың сындық белгісін білдіретін сөздерді айтамыз. Мысалы, ақ, бойшаң, малды, баласыз. Күрделі сан есім деп кемінде 2 сөздің тіркесуінен және қосарлануынан болып, заттың сынды белгісін білдіреді. Мысалы, ақ киімді, қара торы, тап-таза, көп балалы, өте жақсы. Тұлғасына қарай негізгі және туынды болып бөлінеді. Негізгі сын есім дегеніміз ешбір қосымшасыз негізгі түбір күйіндегі сын есім. Мысалы, сары, таза, тәтті, терең, жұқа, нашар. Туынды сын есім деп сөзге жұрнақ жалғануы арқылы жасалған сын есімді айтамыз. Мысалы, көшпелі, кешегі, оқымысты, әлсіз, сөзшең. Мағынасына қарай сапалық және қатыстық сын есім болып бөлінеді. Сапалық сын есім заттың сын сипатын анықтайтын төл сын есім. Мысалы, сұр, қызғылдау, жақсы, үлкен, көк пеңбек. Қатыстық сын есім деп сын есімнен басқа сөз таптарынан жалғанған туынды сын есімді айтамыз. Мысалы, бойшаң, бойшаң адам, өнерлі бала, аспалы шам, ашық есік. Енді сіздерге тапсырма. 34-ші жаттығу. Оқулықтың 91-ші бетінде. Алдымен мәтінді толық оқы, содан кейін сын есімдерсіз оқып көр. Сын есімдер не үшін қажет екенін түсіндір. Мәтінді көшіріп жазып, сын есімдердің астынсыз. Қайсысы негізгі, қайсысы туынды екенін тап. Тақырыбымызды қорытындылау мақсатында үй тапсырмасына кері байланыс жасаймыз. Үй тапсырмасы 36-ші жаттығу. Оқулықтың 92-ші бетінде. Жұмбақты жатқа жаз, шешуін тап. Үлкен алатын табақтан әлемге нұр таратқан. Сын есімдерді тап. Жұмбақталған зат туралы тағы қандай жұмбақ білесің? Осы үй тапсырмасы бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.